21 ғасырда ғылыми прогресске ілесу қажет. Мұндай қағиданы нөмірі 3 емхананың мамандары ұстанып отыр. Бүгінде ақ халатты абзал жандар электронды амбулаторлық технологияны қолданып келеді. Бұл тың жүйе қағазбастылықтан арылуға көмектеседі. Пайдасын дәрігерлер де сезінді. Біз науқастарымызды электронды түрде амбулаторлық картасын біз электронды түрде енгіземіз базаға. Сол енгізілген қалпында ол сақталып қалады. Және де сол амбулаторлық картаны және де басқа жақтан иіннен или басқа участоктардан іздеп жүрмейміз. Жаңағы науқастың иін нөмірі арқылы теріп, сол біз амбулаторлық картаға доступ аламыз. Сол арқылы біз оның ішінде анализдерінде және де қандай дәрігерлерде консультацияда болды, соның барлығын біз көріп отырамыз. Медициналық ақпарат жүйесі деп аталатын бұл бағдарлама қаланың барлық денсаулық сақтау мекемелерінде қолданылып келеді. Енді дәрігерлер науқастар жайлы мәліметті бір порталдан біле алады. Қысқаша айтқанда, халық арасында ол Мисс Надежда ретінде танымал. Емханада жүрген қалалықтар өздеріне қолайлы уақытта дәрігерге жазылу мүмкіндігіне де ие. Ең бастысы жаныңызда жеке куәлігіңіз болуы керек. Обычно я записываюсь через колл-центр. Әдетте мен кол орталыққа хабарласып дәрігерге жазылам. Осы жолы емханаға келіп мұндай қызмет түрі бар екенін білдім. Өте ыңғайлы, әрі бір куәліктің болуы жеткілікті. Қазіргі уақытта кез келген азамат қажетті маманға кол орталық арқылы да жүгіне алады. Мисс Надежда қосымшасы жуырда жедел жәрдем арқылы да жұмыс істей бастады. Эта программа удобна. 103 нөміріне түскен қоңырауды емхана диспетчерлері біздің планшетке жібереді. Біз жолда болғанда да науқас жайлы біліп, бірден ауырып жатқан азаматтың мекен-жайына барамыз. Ең бастысы уақытты үнемдейді. Сандық технологиялар барлық салаларды қамтуға асық. Оған дәлел медицинаға енгізілген смарт жүйелер.